Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы топ жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіздер жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса, көп созбайық, біз бастаймыз. ПСЖ Мбаппемен келісімге келген соң, командаға тағы бір Мбаппені алғысы келетін секілді. Реймс шабуылшысы Юго Экитикені қазір бәрі екінші Мбаппе деп атайды. Ойыншы 19 жаста, бірақ оған Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, Ливерпуль, Интер, Бавария клубтары қызығушылық танытып отыр. Осы маусымда жас талант 24 ойында 10 гол салған. ПСЖ ойыншыны сатып алу үшін 40 миллион евро ұсынып отыр. Реймс бұндай ақшадан бас тарта алмайтын секілді. Арсенал АПЛ чемпиондығына таласа алмағандығының кесірінен Микел Артеттаның Лондондағы беделі түсе бастады. Бірақ ол әлі жұмыстан қуылмайды. Келесі маусымда Арсенал топ үштіктің ішінде болмаса, Артетта жұмысынан айырылатыны анық. Қазірше испандыққа Арсенал басшылығы сенеді және қалаған ойыншысын алып беруге дайын. Ал Артетта Илкай Гюндаганды зеңбірекшілер сапынан көргісі келеді. Қалалықтар немісті сатқысы келмеген, бірақ Астон Виллаға салған дубльнен кейін, егер ойыншы өзі қаласа жіберуге дайын. Гюндаганға Реал Мадрид, Барселона қызығып отыр. Арсеналдың жартылай қорғаушыны сатып алуға деген барлық мүмкіндігі бар. Реал Мадрид өз бағытын Чаумениге бұрса, Барселонаның неміске ақшасы жетпейді. Ақшасы жетсе де Арсенал каталондықтардан да көп ұсына алады. Мбаппе ПСЖ спорт директоры мен жаттықтырушыны жұмыстан шығарды. Ендігі кезек ойыншыларға да келді. Диарио Спорт басылымының хабарлауынша, ПСЖ Мбаппеге Неймарды сататыны туралы уәде берген. Мбаппе Неймарды ұнатпайтын секілді. Бірақ бұл да дұрыс. Неймар әрдайым клубтардан шықпайды, жаттығуларға қатыспайды. Және қарындасының туылған күніне тұспа-тұс келетін жарақаттар да бар. Ней осы маусымда ғана Лига 1-дегі ойындардың жартысынан көбіне қатысты. Ал өткен маусымдарда тек аурухана мен түнгі клубтарда өткізді. Осыған қарамастан бразилиялық ПСЖ-да аптасына 580 мың евро жалақы алады. Footmarket басылымының хабарлауынша, ПСЖ Неймарды Барселонаға арзан бағаға ұсынып отыр. Барселона болса Неймардың Каталонияға қайтаруға қуана дайын. Бірақ басты кедергі бразилиялықтың жалақысы. Неймар жалақысын азайтуға келіссе болғаны, Барсадан бірақ шығады. Айта кетейік, Неймар жақында ғана тарихтағы 3 клубта ойнап, әрқайсында 100 гол салған 3-ші футболшы атанды. ПСЖ шайықтары Зиданмен келіссөздер жүргізіп жатыр. Бірақ Катар әмірінің өзі араласуына қарамастан, Зизумен келісімге келу қиынға соғып жатқан секілді. Сол себепті ПСЖ басқа да нұсқаларды қарастырып жатыр. Sport.fr басылымының хабарлауынша, шайықтар Гвардиоланы ПСЖ бапкері етіп тағайындағысы келеді. Бірақ Пептің Ман-Ситимен келесі жылға дейін келісімшарты бар. Сол себепті бір маусымға Почеттино ПСЖ бапкері болып қала береді. Ал келесі маусымда Гвардиоланы келісімшарты аяқталғанда, шайықтар жаттықтырушыны Парижге тартуға тырысатын болады. Бірақ АС басылымы бұл ақпаратты жоққа шығарды. Олардың айтуынша, Почеттино осы жазда жұмыстан қуылып, оның орнына ПСЖ-ға Зинедин Зидан келетін болады. Мбаппемен келісімі жүзеге аспаған Реал Мадрид жазда алуы керек ойыншылардың тізімін жасады. Флорентино Перес, Левандовски, Илкай Гюндаган, Серж Гнабри, Дарвин Нунес және Орелиан Чумамениді көздеп отыр. Гол басылымның хабарлауынша, енді бұл тізімге Рахим Стерлинг те қосылды. Мадридтіктер ағылшын үшін 59 миллион евро ұсынып отыр. Бірақ Сити әлі ойыншының болашағы жайлы ештеңе шешкен жоқ. Голландтың келуімен Стерлинг Этихадтан кеткісі келеді. Себебі негізгі құрамнан орын ала алмай қалам ба деп қорқады. Гвардиоланың өзі кеткісі келетін ойыншыларды ұстамаймын деп айтқан болатын. Сондықтан Стерлингтің Реалға келуі әбден мүмкін. Газетта Tuttosport басылымының хабарлауынша, Пол Погба мен Ювентус арасында келіссөздер аяқталуға жақын. Погбаның өзі де Ювентуске қайтып оралуға қарсы емес. Осы аптаның соңына дейін Павел Недвед Погбамен кездесіп, толықтай келісімге келеді деп күтілуде. Погбаның Ювентустегі жалақысы бонустарды қосқанда 7 миллион евро болады деп күтілуде. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмәм. Лайк басып, каналға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Бүгінгі жаңалықтар бойынша өз ойларыңыз болса, комментте жазсаңыздар болады. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.